Сәлем достар, лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Бөдене әрине талғамбаздық. Басқа халықтардың асханасында бұл диеталық өнім өте сұранысқа ие. Құрамдас бөліктердің бірі ретінде ол көптеген тағамдардың, сонымен қатар көптеген емдік диеталардың құрамдық бөлігі болып табылады. Бөдене жұмыртқалары сұлулық индустриясында да қолданылады. Оларда маскалар мен кремдер дайындалады. Сонымен қатар бұл керемет орықшаларда бәрі пайдалы, ішкі мазмұны да, тіпті қабығы да. Бөдене жұмыртқалары аллергиялық реакция тудырмайды. Бөдене жұмыртқасының пайдасы. Бөдененің жоғарғы температурасы 42 градус. Олар инфекцияларға төзімді. Қолданар алдында шикі жұмыртқаны жуу керек. Бірақ 3 жасқа дейінгі балаларға қайнату керек. Жұмсақ қайнатылған жұмыртқаны алу үшін 1,5-2 минут жеткілікті. Бөдене жұмыртқасын әртүрлі ауруларда емдеу үшін қолдануға болады. Анемия, жоғары немесе төмен қан қысымы және қатты бас ауруларында. Оның көмегімен сіз иммунитетті арттыра аласыз. Асқазан ішек жолдарының ауруларын, ойық жараларды, гастрит пен панкреатитті емдей аласыз. Нерв жүйесінің немесе анемия мен қант диабетінің бұзылуымен бөдене жұмыртқасы да алмастырылмайтындай болып табылады. Мысалы, диабетпен ауыратындар үшін олар аптасына 6 бөдене жұмыртқасын жеуге кеңес береді. Бұл жағдайда қанттың мөлшері 2 бірлікке азайтылуы мүмкін. Мұны дәрігерлердің де байқаулары да растайды. Диетамен бірге бөдене жұмыртқаларын жеу иммунитетті нығайтуға, метаболизмді қалпына келтіруге және жақсартуға көмектеседі. Оның құрамында фосфор мөлшері көп болғандықтан бөдене жұмыртқасы потенциалдың жақсы стимулятор болып табылады. Балаларға бөдене жұмыртқасын күніне 2-6 дана қабылдау керек. Мөлшер жасына байланысты. Ал ересек күніне 4-6 дана тамақтану керек. Сонымен қатар оларды күнделікті таңертең және аш қарынға жеу керек. Бөдененің жұмыртқасын жеген жақсы шикізат. Жүйелі түрде кем дегенде 3 ай үзіліссіз қабылдаңыз. Денеге пайдалы әсер 2 аптадан кейін көріне бастайды. Бөдене жұмыртқасы оңай сіңіріледі және теріс салдарларды тудырмайды. Мұны медициналық бақылаулар көрсеткен. Балалардың үнемі ауруына байланысты бөдене жұмыртқасын рационына енгізген барлық ата-аналар бірнеше айдан кейін жақсаруларын байқаған. Бөдене жұмыртқалар да өсуге көмектеседі. Бойлар бойынша құрдастарынан артта қалған балалар бөдене рационынан кейін жылына 8-15 сантиметрге дейін өседі екен. Өнімдегі д-дәрумені рахеттің дамуына жол бермейді. Сонымен қатар аурудың пайда болу сипатына қарамастан 3-4 айдан кейін бала немесе ересек адам қалыпты сөйлей бастайды. Бөдене жұмыртқасындағы фосфор ақыл-ой дамуын ынталандырады, есе сақтау қабілетін жақсартады және балалар мен жасөспірімдерде ақыл-ойдың жедел дамуына ықпал етеді. Бөдене жұмыртқасын жейтін балаларға ғылымды түсіну оңайырақ, олар материалдарды жақсы қабылдап есе сақтау оңайырақ болып келеді. Бөдене жұмыртқалары дәрумендер. Сіз бөдене жұмыртқаларын тауық етінен артық екенін себептерін ұзақ тізімін жасай аласыз. Ең алдымен авомацеттің субстанциясы шақырылу керек. Бұл ақуыз аллергияны басуға қабілетті. Осылайша тауықтан бас тартуға мәжбүр болған адамдар тіпті бөдене жұмыртқасын жей алады. Бірақ мұндай пациенттер дәрігерден бөдененің жұмыртқасын қалай және қандай мөлшерде жеуге болатындығын сұрауы керек. Витаминдерге келетін болсақ, Б тобы осы өнімнің негізгі скрипкасы болып табылады. Шаштың тығыздығы мен денсаулығы, тырнақтың беріктігі, терінің тазалығы оларға байланысты болатындығын білеміз. В1 және В2 сонымен бірге есе сақтау қабілетін жақсартады, өміршеңдікті арттырады және балалардың өсуіне ықпал етеді. А дәрумені көздің өткірлігіне жауап береді. Кішкентай бөдененің ұрықтары үлкен тауыққа қарағанда 2,5 есе көп қоректік заттарға ие. Егер тағамға бөдене қабығы енгізілсе, бұл жоғарғы емдік белсенділікті көрсетеді және ешқандай жанама әсерлерін тигізбейді. Артық кальций бұл қабықпен тұтынылған кезде сүйектерге жиналмайды және уролития тудырмайды. 1 жастан бастап балаларға бөдене қабықтарын беруге болады. Остеопороз және жамбас туа біткен ортопедиялық аурулардың жақсы емделу байқалады. Тырнақ пен шаштың сынғыштығына, іш қатуға, ішектен қан кетсе, тітіркенуге, ұйқысыздыққа, астма мен есек жемге бөдене жұмыртқалары көп әсерін береді. Бұл кішкентай қоңырдақтар бар ақ кішкентай аналық бездер. Бір жұмыртқаның салмағы орташа есеппен 13 грамм. Қабық өте жұқа, кішкене пресс кезінде жарылып кетеді. Бөдене жұмыртқалары құрамында көп мөлшерде биологиялық белсенді заттар болғандықтан аш қарынға жейді. Оларда витаминдердің мөлшері қарапайым тауық етіне қарағанда бірнеше есе көп. Бұл өнім амин қышқылдарға өте бай. Жұмыртқа ақуыздың қабығынан және сарысынан тұрады.
Осы бөліктердің барлығын жеуге болады. Бөдененің жұмыртқаларын мас күйінде алуға болады, өйткені олардың құрамында әртүрлі қоректік заттар бар. Бөдененің жұмыртқаларын ескере отырып айту керек. Олардың ақуызы маңызды амин қышқылдары мен ақуыздың калория көзі. Сонымен қатар ол интерферонның жоғары құрамымен сипатталады. Мұндай зат қабыну процестерінің алдын алады. Сонымен қатар жаралардың тез жазуына көмектеседі. Бас ауруын, мигренді, операциядан кейін денені қалпына келтіру кезінде ұзаққа созылған ауру, әлсіз иммунитет, ішек пен асқазан ауруларын емдеуге арналған, тыныс жолдарының созылмалы ауруларын, бронхитті, пневмонияны емдеу үшін, ауыр қан жоғалтқан кейін анемия мен асқазан безінің ауруларын, қант диабетімен емдеуге арналған, бронх демікпесі мен туберкулезді емдеуге арналған, дистрофия мен жыныстық функциялары бұзылумен, катаракта, глаукома емдеу үшін бөдене жұмыртқалары кеңінен пайдаланылады. Өте жиі бауырды емдеу жүргізіледі. 20 күн ішінде күніне 5 шекі жұмыртқаны ішу керек. Содан кейін сіз 15 күн үзіліс жасап, курсты қайтадан қайталауыңыз керек. Бауыр кисталары үшін мұндай емдеу өте тиімді болып саналады. 12 елі ішектің және асқазанның жарасы болған кезде аш қарынға әр таң сайын 3 рет ішу керек. 2 аптадан кейін әл ауқаттың жақсару байқалады. Бірақ асқазанды емдеу сәтті болу үшін 4 ай курстың жүргізу керек. Ерлер мен әйелдерге арналған артықшылықтар. Олар көбінесе дәстүрлі емдеуді алмастырады. Дәрігерлер олардың бірқатар ауруларға пайдалы екенін мойындайды. Мұндай өнім иммуностимуляциялық әсерге ие, тіпті радиациялық ауру жағдайында да тиімді. Ақуыздар, фолий қышқылы және олардың құрамында майлар әсіресе жүктілік кезінде әйелдің денсаулығына жағымды әсер етуі мүмкін. Жұмыртқалар баланы тасымалдау процесін жеңілдетуге, жүкті кезде қауіпті азайтуға және токсикозды азайтуға көмектеседі. Сонымен қатар, егер сіз асқазанға бөдене жұмыртқасын жесеңіз, бұл салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Сондықтан әйел затына оның пайдасы туралы айту мүмкін емес. Егер бөдене жұмыртқалары үнемі жесе, тырнақтың, терінің және шаштың жағдайы жақсарады. Сонымен қатар, оларды косметикалық маскалардың барлық түрлерін дайындауға қолдануға болады. Бөдене жұмыртқасы ерлердің денсаулығына пайдасы өте зор. Бастапқыда олар жыныстық функцияны ынталандырады және күшейтеді. Оларды үнемі қолданумен холестериннің төмендеуі байқалады. Бұл зат салмақтың өсуі, потенциалдың төмендеуі, тамыр ауруы және жүрекке ауру сияқты бірқатар аурулардың кінәсі болып саналады. Статистика көрсеткендей, көптеген жастар әлсіз эрекция сияқты проблемаға тап болады. Жұмыртқалар бұл мәселені сәтті шешеді және потенциалды арттырады. Жұмыртқалардың пайдасын сезіну үшін оларды шикі түрде ішуге болады. Күніне 2-3 рет әрдайым тамақтанар алдында. Шағын термиялық өңдеу мүмкін, бірақ жоғары температурада барлық дәрумендер жойылатындығы есте ұстаған жөн. Бөдененің жұмыртқасынан қалай жеуге болады? Термоөңдеу дәрумендерді бұзып, өнімнің пайдасын төмендететіні белгілі. Сондықтан шикі тамақтану рационын сүйетіндер тағамның табиғи түріне сіңуін жақтайды. Диетологтар мен дәрігерлер бөдене жұмыртқасын таңертең және аш қарынға жеуге кеңес береді. Таңғы ас алдында үзіліс күтуге кеңес беріледі. Кем дегенде жарты сағат. Тек қажетті мөлшерде шынаяққа құйыңыз, содан кейін ішіңіз. Бұл күніне қанша бөдене жұмыртқасын жеуге болады деген қисынды сұрақ туындайды. Енді денені нығайту үшін қолданылатын дозалар туралы сөйлесейік. 3 жасқа дейінгі үгінділерде күніне 1 рет пайдалану беруге болады. Мектеп жасына дейін балаларда дозаны 2 есе арттыруға болады. Таңғы ас алдында 3 жұмыртқаны 7 жасар балаға сыныпта жақсы баға алуға көмектеседі. Жасөспірім безеуден зардап шекпеуі және жыныстық жетілу кезеңінің барлық қиындықтарынан оңай өткізбеуі үшін оған күніне 4 нәрсені беру керек. Оң нәтиже алғашқы 2 аптадан кейін байқалғанына қарамастан, бөдене жұмыртқаларын жүйе қабылдау үшін 3 айға созылу керек. Содан кейін сіз 30 күндік үзіліс жасай аласыз. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Назарларыңызға үлкен рахмет.